Хақ пайғамбар сипатының айқын болуы. Адам атадан басталған пайғамбарлар тізбегі ең соңғы Мұхаммед пайғамбарға дейін үзілмей жалғасып жатты. Алланың барлық елшісі өмірден озарында ұрпағына келесі пайғамбардың белгілерін айтып кететін. Олардың сандығында Сухуф Әмбия деген қолжазба сақталған. Ол қолжазбада пайғамбардың барлық белгілері анық жазылған екен. Себебі салихтардың ұрпағын үнемі бір сұрақ мазалайтын. Яғни пайғамбар келетін уақытта елдің ішінде жалған нәбилер көбейіп, адамдарды адастырып, талай былықты бастаушы еді. Сондықтан олар жай ғана менен соң пәленше келеді деп қана қоя салмай, өзінен кейінгі ізбасардың пайғамбарлық нышандарын суреттеп кететін. Ақырдың пайғамбары шығарда да араб түбегінде жалған пайғамбарлар қамыстай қаулаған. Хақ нәбиді жалғаншыдан қапсыз айырып алу оңайға соқпайтын. Кітап ұстаған әділетті тақуалар ғана олардың белгілерін жазбай танитын. Мұхаммед пайғамбардың қаптаған сипаттары алдын ала белгілі болған. Кітап иелері Мұхаммед пайғамбарды көбіне мынадай нышандарына қарап айырған. Бірінші, ол адамзат тарихындағы ең сенімді адам болады. Оған қарыз берген және онымен сауда жасаған адам ешқашанда қиянатқа ұрынбайды, ақысы желінбейді. Екінші, өзіне нәсіп болған барлық нығметке шексіз шүкіршілік етеді, ешқашан шағымданбайды. Үшінші, үмбетінің ақыреттегі жайын ойлап көп жылайды, көп дұға жасайды, үмбетінің келешегіне алаңдап тұратын. Төртінші, тілі үнемі Алланың зікірінде болады. Зікірден ғапыл қалуы мүмкін емес. Бесінші, уайым мен қайғы басып, әбден дертті болған жүректердің шипасын жақсы біледі. Онымен бір рет сұхбаттасқан пенденің өзі бұлттан шыққан күн көзіндей жарқырап шыға келеді. Алтыншы, адамзаттың қараңғылықтан тартатын зардабын ойлап, үнемі қамығып, ұзақ қайғы шегеді. Жетінші, Алланың рахметінен үмітін бір сәтке де үзбейді. Қандай қайғылы жағдайға тап болса да, үміттің сәулесін көңілден жоғалтпайды. Сегізінші, түбінде өзі зор бақытқа жететінін сезіп тұрады. Оның көңіл күйі жора жолдастарына да сезіліп, жігер береді. Тоғызыншы, атағы жер жарып пайғамбар атанып тұрса да, өзін басқадан биік қоймайды. Өзін басқа пайғамбарлардан ұлық етіп көрсетуге тырыспайды. Оныншы, ардан аттамайды, намысын таптатпайды. Ұят екі бетінен төгіліп тұрады. 11-ші, сырға өте берік болады. Серттескен, сөйлескен кісілерін ешқашан ұятқа қалдырмайды. Сырын дұшпан қалдырмайды. 12-ші, уәдеге берік болады. Берген уәдесін міндетті түрде орындайды. 13-ші, бай-бағландармен қалай сыйласса, қара халықпен де дәл солай дос болады. Үнемі жетім-жесірдің қамын жейді. 14-ші, кеудесі толған хикмет болады. Қысқа сөйлейді. Сөзінің мағынасы терең болады. Әрбір сөзінде даналықтың лебі есіп тұрады. 15-ші, жүрегі толған мейірім мен шапағат. Өте кешірімшіл болады. 16. Алланың әмірін орындауға асығып тұрады. Жеке басының шаруасын бірінші бітіруге тырыспайды. 17. Кеңпейіл жомарт, қытымыр есепке құлқы жоқ. 18. Қонақжай болады. Қонаққа бар жақсысын тосатын дархан мінез болады. 19. Басына 90 түрлі бәле жауса да, Алладан күдерін үзбейді. 20. Құлшылықты ерекше сағынышпен жасайды. Намазға ешқашан құлықсыз келіп тұрмайды. 21. Кез келген істе Алланың ризалығын қалап тұрады. 22. Ол Алланы сүйеді. Алласы оны сүйеді. 23. Құмарлыққа құлып салып, өзін бар рақаттан тежеп ұстайды. 24. Ағайын туысына ренжімейді. Олар көңіліне қанша дық салса да, кешіруге бейім тұрады. 25. Басына төнген қайғы қасіретті жасырып ұстайды. Өз уайым қайғысын өзгенің жанына жұқтырмайды. 26. Адаластың өзін өлшеп жейтін хас тақуа болады. Оразаны өте жиі ұстайды. 27. Өзі Алланың сүйіктісі бола тұра, көңілі Алланың қаһарынан қорқып тұрады. 28. Алла тағаланың мейірім шапағатынан үмітін үзбейді. 29. Түнді тағатпен өткізеді. Таңдарды кірпік қақпай, ұйқысыз қарсы алады. 30. Жаман істен сақтанып, алдын алып тұратын ақылды болады. 31. Дүниеге қызықпайды. Әңгіме айтқанда дүние сөзіне беріліп кіріп кетпейді. 32. Алтынды көсіп ұстайтын жағдайға жетсе де, қарапайым тұрмысынан айнымайды. 33. Жақсылықты шын ниетімен жасайды. 34. Халық оны жақсы көреді. Жұртқа үнемі сүйеніш, һәм таяныш болып жүреді. 35. Зейіні мен дарыны замандастарынан оқ бойы озық болады. 36. Сараңдықтың емшісі болады. Сараң саудагердің өзі де оның қасында жомарт болып өмір сүргісі келеді. 37.
Мағынасыз тіршілік кешпейді. Өмірінің әрбір сәтін мәнді етіп сүруге дайын тұрады. 38. Тақуалардың тақуасы болады. 39. Қанша жерден қайғылы іске кез келсе де, ашуға салынбайды. Ашу мен ызаның ырқында кетпейді. 40. Ортақ іс бастағанда түскен олжа мен пайданы әділетті біледі. Өзіне молынан жырып алып қалу деген болмайды. 41. Мәміле жасауда бейбіт жағын ұстанатын. 42. Ер жүрек батыр болады. Жаудан қорқып саспайды. 43. Жер қайысқан беделі мен абыройы болса да, үлкенге де, кішіге де ізетпен сөйлеуден жаңылмайды. 44. Барға қанағат, жоққа сабыр етуші болады. 45. Соғыста тұтқынға түскендерге рақымды болады. Оларды қинап, қорлауға жол бермейді. 46. Қай сәтте көрсең де, жүзі жайдары болады. Көрген кісінің жүрегі тынышталады. 47. Жазу сызуды білмейді. Әріп танып кітап оқымайды. Бірақ ілім мен білімде одан асқан ғұлама болмайды. 48. Жұпыны тіршілік кешеді. Сыртқа өте қарапайым көрінеді. Бірақ дәрмені өте мықты болады. Тәуекел еткенде тегеурінді іс қылады. 49. Кез келген сәтте табиғатқа қарап ой толғайды. Тау мен тасқа, ай мен күнге қарап, жаратқанның құдірет іздерін көріп таңғалып, қасындағы серігінің де ойына от жағып отырады. 50. Дұшпандарына сұсты көрінеді. Мысы басып тұрады. 51. Қарқылдап күлмейді. Сыпайы күлкісі кісіге қуаныш сыйлайды. 52. Аз ұйықтайды. Көп ой толғайды. Мағынасыз ойға ешқашан шырмалмайды. 53. Дастарханда отырғанда тәбеті өте көркем. Қонағының да тәбеті ашылып, асқа ықыласты болып отырады. 54. Шырын сөйлейді. Сөйлегенде құлақтың құрышы қанып отырады. Көркем мінез құлықты. 55. Ашкөздіктен ада, аса қанағатшыл. 56. Бойынан сараңдық пен қызғаныштың ізі мүлде білінбейді. 57. Айлагерлік қылмайды. Өсекші мінез мүлде жат. 58. Жылаңқы сөзді айтпайды. Біреудің үстінен арыз айтпайды. Біреуді айыптап сөйлемейді. 59. Дүние ісіне асықпайды. Бірінші рухани мәселені алдыңғы орынға қояды. 60. Дөрекі сөйлемейді. Әдепсіз іс қылмайды. Кісіге салмақ салмайды. 61. Пасық сөздер айтпайды. 62. Кесапаттық мінезден аулақ. 63. Бөтен туралы жаман ойды кеудесіне кіргізбейді. 64. Қулыққа баспайды. 65. Садақа жасауға асық.